Зат есімдердің көпше түрі формасы тақырыбын әрі қарай жалғастырамыз. Келесі. Егер де біздің зат есімдеріміз мынандай әріптерге бітсе, SS, X, SH, CH немесе O, осы әріптермен аяқталса, онда біз көпше түрді жасау үшін ES жұрнағын жалғаймыз, е? Мысал үшін, class, classes. Класс деген сөзіміз класс бір нәрсенің, заттың сорты, типі, түрі деп аударылады. Соны менің өзім естігенім Англияда, мысалы үшін, мұғалімдер классқа кіргенде балаларды мен амандасады, мысалы үшін, сәлеметсіздер ме балалар дегенде олар hello class деп айтады. Сондай мағынада қолданылады. Класс, классная комната мағынасында қолданылмайды. Бұл сабақ дегенді білдіреді. Мысалы үшін, I have 2 classes today. Бүгін менде 2 сабақ деген сөз, е? Классная комната дегенде олар room деп айтады. Бөлме деген сияқты. Ары қарай кеттік. Келесі сөзіміз box. Жәшік немесе коробка, е? Box. Жәшіктер деп айтатын болсақ, boxes дейміз. Boxes. Келесі сөзіміз horse. Horse. Ат, жылқы деген сөз. Horse. Бағана айтып кеткенімдей, Х әрпі тек қана бір жеңіл, бір үрлеген сияқты ғана айтылады, е? Horse. Horse деп айтпаймыз, е? Horse. Аттар, жылқылар десек, онда ол horses болады. Horses. One horse, бір жылқы, 2 horses, 2 жылқы. Келесі сөзіміз tomato. Tomato, томат, помидор. Tomato. Tomato деп айтып отырғаным британдық, ағылшындық айтылу түрі, tomato. Бір помидор болса, көпше түрін айтатын болсақ, tomatoes дейміз. Tomatoes. Енді американдық ағылшын түрі бойынша бұл tomato деп айтылады. Tomato. Американдық ағылшын бойынша помидорлар дегенде tomatoes деп айтамыз. Tomatoes. Яғни британдық ағылшындық tomato, tomatoes, американдық ағылшындық tomato, tomatoes. Кез келген ережеден ауытқитын жағдайлар болады, е? Сол сияқты, мына леп белгісі, мына сөздердің O әрпіне бітсе де, мына жоғарыдағы айтылған ережеге бағынбайтын білдіреді. Олында, яғни, қандай сөздер олар? Мынандай сөздер. Piano. Пианино, е? Piano. Пианинолар деп айтатын болсақ, pianos дейміз. Тек қана S қосамыз. Pianos. Келесі photo. Photo. Фотосурет, е? Photo. Көпше түрі photos. Photos. Мен жаңағы осының алдындағы сабақтарда айтып кеткенімдей, сөздердің аудармасын ауызша айтып өтемін, оны өздеріңіз дәптерге жазып алуларыңыз керек. Так, тағы бір рет оқиық. Class, classes, box, boxes, horse, horses, tomato, tomatoes, tomato, tomatoes, piano, pianos, photo, photos. Енді осы ережелерге бағынбайтын көпше түрі басқаша жолмен мүлде жаңа сөз ретінде жасалатын зат есімдер бар. Солардың біразын қазір мен сіздерге мысал ретінде келтіремін. Бұны тек есте сақтау керек. Мысал үшін бірінші сөзіміз man, men. Man, ер адам, бір ғана ер адам, жекеше түрі, man, ер адам, жігіт, азамат. Men, азаматтар, жігіттер, ер адамдар, men. Child, child. C мен H бірігіп, Ч деген дыбыс беретін біз білеміз, child. Бір ғана бала, бір бала. Көп бала, балалар. Children, children. Балалар. Woman, woman.
деп айтамыз, мына бірінші әріпті. Woman, бір әйел адам. Woman. Бірнеше әйел адамдарды көпше түрін women дейміз. Women. Woman, women. Келесі. Mouse. Тышқан, тышқандар. Mice. Келесі сөзіміз foot. Бұл аяқтың басы. Аяқтың басын ступня дейді. Foot дейді. Біреуға болса, екеуі бірдей болса, feet дейміз. Feet. Сонымен man, men, child, children, woman, women, mouse, mice, foot, feet. Енді бұны күнделікті қарапайым сөздерде қалай қолданамыз? Сол мысалдарға назар аударайық. 5 photos are on the wall. 5 photos are on the wall. Сөзбе сөз аударсақ. 5 фотолар бар қабырғада. 10 дегенімізді мен бұдан бұрын сабақтар айтып кеткенме, бір нәрсенің үстінде тұр дегенді 10 деген сөз арқылы береміз. На деген предлог орыс тілінде. The деген белгілі артиклі. Бұны мен сіздерге түсіндірген жоқпын. Келесі сабақтарда түсіндіремін. Бұл зат есімдердің алдында тұрады. Егер де сол зат есім бізге белгілі болса, онда the деп айтамыз. The-ні өзі айқындап тұрған зат есімнен бөлмейміз. The wall деп айтылып кетеді. The wall. Енді бұның аудармасы былай. Қабырғада 5 сурет ілініп тұр. Ілініп тұр деген күрделі сөзді бізде ағылшын тіліндегі деген бір ғана көмекші етістік беріп тұр. Өздеріңіз білетіндей, бұл біздің алғашқы сабақтарымызда өткен to be етістігінің көпше түрде қолданылатын, осы шақта қолданылатын түрі. Бұл өте сондай универсальный деп айтқам, мен сіздерге әмбебап. Бұл арқылы жаңағы, кешіріңіздер, тұр, отыр, жүр, біреу бір жерде тұр, бір жерде бір нәрсе бар, көңіл күйіңіз қандай, бақыттысыз, көңілсізсіз деген сияқтының бәрін осы to be-дің формалары арқылы білдіреді деп мен сіздерге өткен сабақтарда айтқам. Сондықтан да қазақ тілінде қабырғада 5 сурет ілініп тұр дегенді осы деген көмекші етістіктің, to be-дің көмекші етістік формасымен береміз. Яғни бұл ағылшын тілінде былай болады. 5 photos are on the wall. Қабырғада 5 сурет ілініп тұр. Келесі мысалға көңіл аударайық. Келесі мысалымыз бізде былай деп оқылады. 15 children are outside. Outside деген сырт, дала. Сырт, дала. 15 children are outside. Яғни далада 15 бала бар, тұр немесе 15 children are outside. 15 children бала, бар, тұр, жаңағы айтып кеткен to be формасының көпше түрде білдіретін формасы to be-дің outside далада. Яғни далада 15 бала бар. Далада 15 бала тұр. 15 children are outside. They are cold. Олар тоңды. Cold деген суық деп аударылады. Are cold деген сөз біреулер тоңды көпше түрде. They, олар. They are cold. Олар тоңды. Егер мен тоңды деп айтқыңыз келсе, they-дің орнына мен дегенді пайдаланасыз, I. Одан кейін тоңдым дегенді айту үшін мына to be-дің формасының жекеше түрдегі формасын аласыз олғандай, сіз оны білесіз, am, ол am. I am cold болады сонда. Жеке-жек айтсақ, I am cold. Бірақ сіз сөйлем құрағанда am-ға екпін түсірмейсіз, сондықтан да ол I am cold деп айтылады. I am cold. Мен тоңдым. Олар тоңды. They are cold. Ол тоңды дейтін болсақ, ол, ер адам тоңды. Ол деген ер адам he екенін сіз білесіз, алдыңғы сабақтардан. Тоңды деп айту үшін
he мен бірге қолданылатын to be-дің формасы керек. Ол қандай форма? Ол is деген форма, есіңізде болса. Сондықтан бізде қандай сөз шығады сонда? Сөйлем. He is cold. He is cold. Ол тоңды. Бүгінге осы. Сау болыңыздар. Менің каналыма жазылыңыздар. Пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше.